Здравствуйте, меня зовут Айша. Наша показала столица нашей семьи. Вот моя Аяка, я зовут Кузададя. Вот моя мама, меня зовут Асем. Саламатсыз ба? Құрметті қауым, біз енді мынау салт дәстүрім бойынша менің немерем Айша немерем. Айша, екеуміз біз мынау нені істедік қой, мынау шаңырақты. Мынау сенің бөлмеңде мынау шаңырақ. Өзіміз екеуміз істедік, қаншама күн мынаны тіктік. Екеуміз мынау сен шаңырақ. Енді бүгін қазақтың дәстүрі бойынша мен саған жүн иіруге үйретемін. Келе ғой, көрсетемін. Қазір мен түтейін, дайындап жүнді. Сосын екеуміз жүн иіреміз. Жарай ма? Хорошо. Қарағанша қалай істеп жатқанын. Солай сен де былай істе, иә? Айша, сен де былай істе. Істе ғой. Былай. Вот, былай түтеміз, сосын барып иіреміз. Мынау әдемі меронос жүн. Сосын саған носки тоқимыз, носки. Қара Айша, Айша қалай істеп алды? Бүгін мен саған ұршық иіруді үйретейін. Жүн түттік, енді ұршықты иірейік. Кәне өлең айтайық, екеуміз қандай, кәне. Давай. Төбе шашты айырған, маңдай шашты қайырған, төбеден құйған исін ай, тұла бойға жайылған. Айша, Айша, Айшатай, Айша, Айша, Айшатай, айым беткен ай, күнім беткен ай, өзі сұлу, өзі жас, сенің жары екен ай. Айым беткен ай, күнім беткен ай, өзі сұлу, өзі жас, сенің жары екен ай. Тоқи ғой. Көрсет Айша, қалай тоқиды? Былай. Айшаға үйрет Айшаны. Былай аласың. Қолыңды ұста былай ұстайсың. Бұл жақтан былай ұстайсың. Былай. Бірінен былай ал. Вот смотрите, Аяка, у меня носочки красивые. Қалай күшті, Айшеге рахмет айт. Аяка, рахмет. Ой, жақсы. Игілік қуанышыма тие ғой. Ой, какие носочки ваши красивые, Ажека связала. Чтобы такие носочки связать, надо много трудиться. Дальше? А какие ты пословицы знаешь про труд? Қазақша. Я знаю пословицу. Еңбек ер атандырады. Ажека какую пословицу скажет? Еңбексіз өмір жоқ, еңбексіз көңіл жоқ. Еңбек патшалықта асырайды. Очень наша творчество. Енді бүгін өзіміздің ұлт дәстүрімізді көрсеттік. Барлығы да жақсы, ойдағыдай деп ойлаймын. Ақ жол тілеймін сендерге. Тек қана ақ жол осындай дәстүрлерді көрсете берсін, жалғаса берсін. Барлықтарыңызда аман болыңдар. Жолдарың ақ болсын, уайымдарың жоқ болсын. Тек қана жақсылық болсын көретіндерің. Рахмет сендерге.